Мен Алматова Манзура, аян емханасының емекесі. Бүгін сіздерге базалық өкпе жүрек реанимациясын қалай жасауын көрсетеміз. Алдымен жан-жағымызға қараймыз. Өзіммен науқастың қауіпсіздігін бағалауым керек. Қауіп жоқ. Науқас есінен танып жатыр. Науқасты желкесінен түртіп сұрақ қоямыз. Сізге не болды? Сізге көмек керек па? Сіз мені естіп тұрсыз ба? Науқас есінен танып жатыр. Есі жоқ. Енді қазір тамыр соғысын анықтаймыз. Екі саусағымды ұйқы артериясына қойып, мойындағын тексереміз. Тамыр соғысы жоқ. Киімін сәл босатып, алдыны ашып, тынысын тексереміз енді. Көремін, сеземін, естемін. Тәрізді құлағымды аузынан мұрнына әкеліп, қолымды көкірегіне қойып, 10 ретте санаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Науқас мүлдем есінен танып жатыр. Науқаста клиникалық бөлім. Көмекке шақырамыз. Ербеке, жедел жәрдемге қоңырау шалыңызшы, бізге көмек керек. Енді науқасқа өкпе реанимациясын жасаймыз. Аяғыны 45 градусқа көтереміз. Науқасқа тікелей емес массажын жүрегіне жасаймыз. Ол үшін самшет тәрізді өсімдерден 2 см жоғары көкіректің тұсына, ортасына оң қолымды қоямын. Сол қолымды құлып тәрізде жауып, тірсегімізді үтпей 30 рет компрессия жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Компрессия тереңдігі 5-6 см болу керек. 1 минутта 100-120 реттен кемемеу керек. Енді ауыз санациясын жасаймыз. Екі саусағымызға дәкені орап, аузыны бөгде заттардан тазалаймыз. Келесі сапар үштігін жасаймыз. Оң қолымды мойын астына қойып, сол алақанымды маңдайына қойып, басын шалқайтамыз. Келесіде өз гигиенамды ойлап, аузына салфетка қойып, мұрнын жауып, 2 рет дем береміз. Осылай 2 минуттың ішінде 5 циклын өткіземіз. 5 циклдан соң стоп анализ жасаймыз. Тағы да ұйқы артериясына қойып, тамыр соғысын анықтаймыз. Тамыр соғысы бар. Тыныс алуын тексереміз. Тыныс алуы бар. Келесіде аяғыны астынан түсіріп, науқасты бір қырына жатқызамыз. Оң қолын басын аяғына, бас жағына қоямыз. Аяғыны астырсын, тізесінен бүгіп, тура етіп, жедел жәрдем келгенше науқасты қарап тұрамыз. Жедел жәрдем келген соң қандай шаруаларды жасағанын айтып, науқасты тапсырамыз.